Ассалаумалейкум достар, бүгін өте дәмді овсяной печенье жасаймыз. Бірінші жұмыртқаны қантты саламыз, ванилин салып, тұз салып, араластырып, одан кейін сұйық майды, разрыхлитель және кукуруз крахмалын пайдаланамыз. Бәрі бір қалыпта араласқан кезде овсянканы бөліп саламыз. Әркімде әрқалай, біреуінде 200 грамм болады, біреуінде одан кейін болып қалуы мүмкін. Сол үшін бөліп салған дұрыс. Қалауынша шоколад немесе дәнек салсаңыз болады. Ал дайын болғанын формаластағанына байланысты білеміз. Армин печеньені салу үшін бізге су керек болады. Себебі егер сусыз салатын болсаңыздар, ол қолдарыңызға жабысып, өте ыңғайсыз болады. Сол үшін сумен салған дұрысырақ. Градуста 25 минутқа қоямыз. Ескерте кететін жайт, бұл печенье тек қана вентиляторы бар пеште осындай формасын ұстап дайын болады. Қарапайым мәтел пеште формасын ұстамайды, бірақ дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Печеньеміз дайын болды. Өте дәмді әрі пайдалы печенье. Жасап көріңіздер. Егер сізге видео ұнаса, лүпіл басып, парақшаға тіркеліп кетіңіздер.